Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, Арайгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі өрнек тоғып үйренетін боламыз. Мінекей бұл өрнек өзі бар болғаны 2 қатардан тұрады және 3 көзден. Мінекей бар болғаны осы. Ал кеттік ендеше осы өрнекте тоғып көрейік. Мен мына жерде 11 көз алдым және мына теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоғып шықтым. Ал бісміллә деп бастайық. Өрнегіміздің бірінші қатары. Бірінші көзді іліп аламыз. Енді бір теріс тоқимыз. Келесі мына жерде мынау 3 көзді үшеуін бірге осылайынан тоқып 3 көзден 3 көз шығаратын боламыз. Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейін. Бір теріс. Енді мына 3 көзді үшеуін алып, осы үшеуінен 3 көз шығаратын боламыз. Соңғысы бір теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар. Бір оң. Енді мына жерде мына 3 теріс бар, е? Енді бұл жерде мына қараңыздар. Мынау бірінші көзін терісіне тоқимыз. Екінші көзін оңға тоқимыз. Үшінші көзді терісіне тоқитын боламыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Мінекей көрдіңіздер ғой. Мына жердегі жағы 3 терісті мінекей. Бірінші көзін терісінен алдық, екінші көзін оңынан, үшінші көзін терісіне тоқыдық. Мінекей. Мінекей бар болғаны осы ғана. Мінекей. Енді тура мына бірінші қатарынан бастап дәл осылайынан тоқитын болсаңыздар, мінекей осындай әдемі өрнек шығатын болады. Мінекей. Мінекей бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.